Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екендігі туралы мәліметпен бөлісетін боламын. Сондықтан арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыз. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін қолдан өсірілген өсімдік, уыз дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың көптеген түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин, дәнінде 40% май бар. Құрамында әртүрлі физиологиялық әсері бар кукурбитацин заты болады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай болып келеді. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ПП ағзадағы зат алмасу жеделдететін, Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1000 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан, тағы да басқа да көптеген аурулардан арылғысы келетіндерге таптырмас ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды, өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері де бар. Жүрек қан тамыры ауруларды, гипертония, зат алмасудың қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан асқабақ шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін, жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі өте зор. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдап паразиттерді құртатын асқабақтың дәл өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазартады. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп тыныш ұйықтауға болады. Ал жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт пайда болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан асқабақ шырынын немесе қайнатылғанын жейді. Тердегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда, үкіштен өткен мәйегін компресс жасайды. Сары ауру дертіне айыққандарға 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы болады. Ішектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жыл су қояды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болу керек. Дайын болған кезде тұнбадан күніне 4 рет, астан бұрын 20 минут, жарты стақаннан 20 күн бойы ішеді. 1 айдан кейін қайтадан жалғастырады.
ішектегі паразиттен құтылудың ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәнін аш қарынға жейді. 7 шақты дәнді езіп, сүтпен ішеді. Простатит кезінде жарты келі тазаланған асқабақ дәнін, шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Асқабақ дәні 28% белоктан тұрады. Бұл оның құнарлылығын арттырады. Асқабақ дәнінен даярланған ТКВ-ол дәрісі медицинада бауыр ауруларын емдеуге, сондай-ақ биологиялық белсенді қоспа ретінде де қолданылады. Қорытындылай келе, адамдар әрбір өсімдікті егіп, көп өнім алуға тағамдық жағынан ғана емес, сонымен қатар шипалық, емдік, дәрілік қасиеттерін пайдаланылады. Бабын тапсақ, байлық жерде деп халық бекер айтпаған.